Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 68 сабақ геометриялық фигураларды салу. Балалар, бұл сабақта торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма: дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелер белгіле. 4 қызыл, 4 көк, 4 күлгін нүктелерді пайдаланып, 3 тіктөр бұрыш сал. Балалар, мұнда суретте көрсетіп қойдым. Тура суреттегідей 3 тіктөр бұрыш саламыз. Қызыл тіктөр бұрышты көк және күлгін түсті тіктөр бұрыштармен дәл келетіндей етіп қай бағытта жылжыту қажет дейді. Қызыл тіктөр бұрышты көк тіктөр бұрыштармен дәл келу үшін 2 торкөз жоғары жылжыту керек. Ал күлгін тіктөр бұрышпен сәйкес келу үшін 3 торкөз оңға жылжыту қажет. Балалар, осы суретте көрсетілгендей дәптерлеріңе сызып алуларыңа болады. Екінші тапсырма: дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелер белгіле. 3 қызыл, 3 көк, 3 жасыл, 3 күлгін нүктелерді пайдаланып, 4 3 бұрыш сал. Балалар, тура суреттегідей 4 3 бұрыш салуымыз қажет. Қызыл 3 бұрышты көк, жасыл және күлгін түсті 3 бұрыштармен дәл келетіндей етіп қай бағытта жылжыту қажет. Ол үшін қызыл 3 бұрышты жасыл түсті 3 бұрышпен дәл сәйкес келу үшін 3 торкөз сол жаққа жылжытуымыз қажет. Ал күлгін түсті 3 бұрышпен сәйкес келу үшін 3 торкөз оң жаққа жылжыту керек. Ал көк түсті 3 бұрышпен сәйкес келу үшін 4 торкөз төмен жылжытуымыз керек. Үшінші тапсырма: торкөз параққа өзің құрастырған алгоритм бойынша тіктөр бұрыш сал. Балалар, төменде көрсетілгендей ені 4 торкөз, ал ұзындығы 6 торкөзден тұратын тіктөр бұрыш салдым. Ал сендер де дәл осындай немесе басқа алгоритм құрастырып тіктөр бұрыш салсандар болады. Үшінші тапсырма: тік бұрышты 3 бұрыштың қалай салынғанын түсіндір. Фигураларды тіктөр бұрыш шығатындай толықтырып сал дейді. Балалар, мұнда тік бұрышты 3 бұрыштың қалай салынғанын түсіндіруіміз қажет. Тік бұрышты 3 бұрыш 3 нүктенің қосындысынан салынған. Фигураларды тіктөр бұрыш шығатындай толықтырып сал. Тура суретте көрсетілгендей тіктөр бұрыш шығатындай үзік сызықтармен толықтырып салдым. Сендерде дәл осылай дәптерлеріңе салуларыңа болады. 5-ші тапсырма: түрлендір. 6 дециметр 2 сантиметр тең 6 дециметрді сантиметрге айналдырсақ 60 сантиметр болады. 60 сантиметрге 2 сантиметрді қоссақ 62 сантиметр болады. 5 метр 1 дециметр тең 5 метрді дециметрге айналдырамыз, сонда 50 дециметрге тең. 50 дециметрге 1 дециметрді қоссақ 51 дециметр болады. 6-шы тапсырма: теңдеулерді шеш. S азайту 35 тең 27. Бұл жерде S белгісіз. S-ті табу үшін 27-ге 35-ті қосамыз. S тең 62. Ал енді орнына қойып тексереміз. 62 азайту 35 тең 27. 27 тең 27. 64 қосу V тең 100. Бұл жерде V белгісіз. V-ны табу үшін 100-ден 64-ті азайтамыз. V тең 36. Ал енді орнына қойып тексеріп көреміз. 64 қосу 36 тең 100. 100 тең 100-ге. 7-ші тапсырма: кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Сатылды 23 және 47. Қалды 14. Болды белгісіз. Шешуі: 23 қосу 47 тең 70. 70 конькей сатылды, балалар. Ал енді 14-ті қалды. Енді біз барлығын табу үшін сатылған конькейлер мен қалған конькейлерді қосамыз. Яғни 70-ге 14-ті қоссақ 84 болады. Жауабы барлығы 84 конькей болған екен, балалар. 8-ші тапсырма: төмендегі алгоритм бойынша фигура сал. Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне бір нүкте белгіле. Осы нүктеден төмен қарай 7 торкөз санап, екінші нүктені белгіле. Екінші нүктеден оңға қарай 7 торкөз санап, үшінші нүктені белгіле. Үшінші нүктеден жоғары қарай 7 торкөз санап,
Төртінші нүктені белгіле. 1 мен 2, 2 мен 3, 3 пен 4 және 1 мен 4 нүктелерді сызықтармен қос. Қандай фигура шықты? Балалар, дәл суретте көріп тұрғандарыңдай шаршы шықты. 9-шы тапсырма, бос төркізде қандай сандар болуы мүмкін? Белгісіз сан мен 2-ның қосындысы кіші 10 мен 3-дің азайтындысынан. Демек, белгісіз сан мен 2-ның қосындысы 7-ден кішкентай болу керек. Бұл жерде болуы мүмкін 1 мен 2-ның қосындысы кіші 10 мен 3-дің азайтындысынан. 2 мен 2-ның қосындысы кіші 10 мен 3-дің азайтындысынан. 3 пен 2-ның қосындысы кіші 10 мен 3-дің азайтындысынан. 4 пен 2-ның қосындысы кіші 10 мен 3-дің азайтындысынан. Яғни, бұл жерде 1, 2, 3, 4 сандары болуы мүмкін. Балалар, ережені мұқият тыңдап естеріңе сақтап алыңдар. Шаршы, яғни квадрат, латынша квадратус, қазақша төрт бұрышты дегенді білдіреді. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.